Армысыз ардақты ағайын, эфирде жаңа Қазақстан, әдеттегідей апта сайын алдарыңызға дос көшім, Расул Жұмалы және мен Әміржан Қосан шығып отырмыз. Дағды бойынша аптаның елеулі оқиғалары, кейде арнайы тақырыптар болады. Оны біздің мына YouTube арнамыздан көрулеріңізге болады. Пікір айтыңыздар, сын айтыңыздар, ұсыныс айтыңыздар, талқылау керек тақырыптарды айтыңыздар. Егер де тақырып көп болып жатса, біз аптасына бірнеше дүркін шығуға дайынбыз. Бұл біздің 55-ші хабарымыз. Бүгін 6-шы қараша. Досаға Расул мен қуанып отырғаным, осыдан біраз уақыт бұрын, яғни 30 жыл бұрын біз Қазақ мемлекеттік университетінде оқып жүрген кезде 6-шы қарашада далада жүретінбіз. Яғни маршировка деген болатын. Өйткені 7-ші қараша ол Совет империясының ең үлкен мейрамы болатын. Яғни қазан төңкерісі большевиктер Ленин бастаған Қысқы сарайды алып, үкіметті басып алған болатын. Оны ұлы октябрь социалистік революциясы деп 7 жыл бойы насихаттап келді. Бір қуанатын, қазіргі жастар осы мерекені ұмытты. Білмейді, Ленинді танымайды. Сондықтан бұл да мен ойлаймын, осы Досаға өзіңіз кезінде Совет дәуірінде басы қасында болған ұлттық демократиялық қозғалыстан одан кейін келіп, өзіңіздің біз сияқты бауырларыңыз қосылған сол қозғалыстың керек десеңіз, біз мына жаңа Қазақстан деп аталған форумның кезінде антитоталитарлық десоветтендіру идеясын айтқан, иллюстрация идеясын айтқан біздің де бір жемісіміз бен жеңісіміз деп ойлаймын. Сондықтан 6-шы қараша, 7-ші қарашаның ұмытылып қалған 7-ші қарашаның осылай ахуалында отырғанымыз құтты болсын. Ал енді аптада көптеген оқиғалар болды. Мен үшін ең басты оқиғалардың бірі ол Америка құрама штатындағы сайлау деп ойлаймын. Неге алыстағы мұхиттың ар жағындағы елдегі сайлау бізге маңызды? Меніңше 3 сабағы бар. Қысқаша айтайын. Біріншіден, сайлаудың қандай екенін, шынымен де бәсеке екенін, соңғы сәтке дейін кім жеңгенін білмейтіннің өзінде бір тек қана мына электорат үшін интрига жатқан жоқ. Ол ең басты нәрсе, оны жаңа кеше Нью-Йоркта, Вашингтонға көшеге шығып жатқан адамдар айтып жатыр. Әр дауыс есептелу керек. Яғни әрбір адам өзінің дауысын есептелінетін және оған осы сайлаудың нәтижесіне ықпал ететін жасап білу керек. Меніңше Америка ғана емес, жалпы дамыған елдердегі демократиялық үрдіс біздің Қазақстанға да үлкен сабақ деп ойлаймын. Екінші мәселе, бұл біздің осы Америкадағы Байден келе ма, Трамп келе ма, оның оның қайсының келгені Қазақстанға тиімді деген бір әңгімелер қозғалып жатыр баспасөз құралдарында. Бұл дегеніңіз, қай кандидаттың, қай саясаткердің қандай платформасы бар, қандай бағдарламасы бар деген ұғымға бізге алып келеді. Өкінішке орай бізде тұлғаланған, яғни персонаға ғана тірелген сайлауда оның бағдарламасы қандай, ол келгенде ішкі саясат қалай өзгереді, сыртқы саясат қалай өзгереді, Қазақстанның өмірінде нақты қандай өзгерістер болады деген ұғым бізге әлі жете қойған жоқ. Бұл да ойлаймын, біздің әлі сайлау процедурамыздың, сайлау процесінің әлі де кенжелеп қалуы, яғни халықтың әлі сол сайлауды тек қана тұлға тұрғысында емес, бағдарламалық, концепциялық, стратегиялық тұрғыдағы қарауына біздің алып келеді деп ойлаймын. Менің алғашқы айтарым осы. Азаматтар, қандай сіздердің осы аптаға қатысты ойларыңыз бар, Досаға? Әміржан, жаңа сен менің есіме бірдеме салып жібердің. Шындығында да 6-сын ұмытып кетіппіз, ертең 7-сі екенін. Сол 30 жыл бұрын есімде біздер машинкаменен листовка жазып, бұл 90-шы жылдың осы 6-шы қарашасы, сөйтіп Алматыда, басқа 6 қалаға, 7 қалада біздің социал-демократиялық партияның адамдары бар, газеттеріміз бар. Соны тараттық та, ертең 7-сі күні парадқа шықпаңдар. Бұл қасіретті, бұл октябрь революциясы бізге тек қасірет әкелді, коммунистік идеологияға қарсымыз деп. Сонда менің ойымша бұл тарихи түрдегі алғашқы листовкалар. Әлі есімде, мен сонда Айнабұлақта тараттым да, қасыма қызымды алып жүрмін, 6 жасар. Қызымды алып жүрмін, сол өзімше маскировка. Жаңа білмесін деп. Қызымның қолына кішкентай сумканың ішіне листовка салып қойғанмын, өзімнің қолымда клейім бар, сөйтіп жағып әр жерге жапсырдым. Ертең шықпаңдар 7 ноябрьде деп. Қазір ойлап қарасаң бір күлкілі де сияқты, білмейміз, енді қолымыздан келген күрестің жолы ғой. Енді ақш-қа келейік, жаңа сен дұрыс айттың.
неге біз қызығамыз деген сұрақ. Мысалы, біздің үйдің ішінде күн сайын қыздарым, әйелім, кім жеңіп жатыр, мен анаған деп күнде қарап отырамыз да, себебі мына жердегі нақты бәсекені көріп отырамыз. 6 адам жетпей жатыр, 3 адам, 10 адам, 20 адам жетпей жатыр деп. Шындығында ақш-тың саяси сайлау жүйесі өте күрделі біз үшін. Бұларда жаңағы халық дауыс бермейді, біріншіден, екіншіден жанама дауыс береді, үшіншіден оның есептелу жолдары әртүрлі, төртіншіден керек десеңіздер әрбір штат әртүрлі. Біз 1994 жылы ақш-тың сайлау жүйесін үйренуге бардық. Бір ай бойы жүрдік, 7 штатта болдық. 7 штатта жаңағы сайлаудың қалай өткенін біз сол сайлау кезінде бардық, осы қарашаның кезінде. Ұмытпасам, сол қазанның аяғында бардық, сол бір ай бойы жүріп қайттық. Соның өзінде онша түсіне алмадық, шынын айту керек. Әңгіме бұл жерде ең бірінші Американың 18-ге толғандарының бәрі дауыс бермейді. Олар сайлаушы болып тіркелгендер ғана дауыс береді. Бұл өте тамаша нәрсе. Көзі ашық, оңы мен солын білетін, саясатты бағалай білетін адамдар ғана сайлауға араласады. Кез келген адам араласпайды. Ол тіркелу, ол үлкен бюрократия жұмыс. Екіншіден, олар сол жердегі штаттағы таңдаушыларға, выборщиктер дейді, соларға дауыс береді. Ол дауысты жинап алғаннан кейін бар, бүкіл штаттікі кім жеңіп шықса соған кетеді бүкіл дауыс. Сонда жаңағы не дейді, өзінің қарсыласына берген дауысы штаттағы таңдаушылардың жеңісіне байланысты өзгереді. Сондықтан халықтың көп дауыс бергені жеңіліп қалу соңғы 5 сайлаудың ішінде 3 рет па сондай жағдай болды деп жатыр. Бұл өте қызық. Бұл біздің сайлау жүйені әрі қарап жетілдірейік, сайлау жүйесін өзгертейік деген мәселеге келеді. Және бұл жерде де мажоритарлық сайлау жүйесі әр уақытта бірінші орынға шығады. Бұл жердегі сенатқа сайлағанда да, басқаға сайлағанда да партия емес, жеке адамдардың, жеке тұлғалардың, жеке саясаткерлердің жеңісі. Осылардың бәрі бізге бір қызық сияқты, сондықтан бізде бір қызығушылық бар. Енді жеңіп шықса, Қазақстанға қандай плюсы мен минусы дейікті. Байден жеңсе, Трамп жеңсе деген сөз. Трамптың бір ерекшелігі, бұл 4 жыл бұрын жеңіп шыққан уақытта айтты. Бәрін Америка үшін. Америка өзінің жан-жақтағы демократиялық елдерді оқытамын, оларды демократиялық жолға түсіремін деп ақша шашпасын. Ақшаның бәрін американдықтарда болсын. Деп керек десеңіздер, Мексикадан келетін жұмысшылардың өзінің алдына не дейді жаңағы дуал салып тастауға тырысты да. Бұл халыққа шындығында да жақты шындығында да. Өйткені ол жан-жаққа шаша берген дұрыс. Сондықтан ойлап қаласың. Егер ертең Байден келсе, Байден жаңағы не дейді, Қазақстанға да басқа елдерге де қаржылай көмек көрсетіп, біздің демократиямызды оқуымызға, демократияны көруімізге көмектесе ме деген ой бар. Өйткені демократтардың бұл негізгі бір жолы, сыртқы саясатындағы демократияны тарату, оларға парыз сияқты, басқа елдерге демократия тарату. Ал соңғы уақытта Трамп деген шындығында біздерге жаңағы демократияны оқыту бағытындағы халықаралық қорлар, Американың қорларының жаңағы не дейміз, қаржысы қысылып қалды, азайып қалды. Сондықтан ол жағына келген уақыттарда өзгешелік болуы Байденнің келуіне байланысты да. Бірақ кейбіреулер айтады, Трамптың Қытайға көзқарасы, Қытайдағы жаңағы қазақтардың мәселесіне байланысты жасап жатқан іс-әрекеттері бізге жағады, сондықтан Трамп Қазақстанға жақын деген де сөздер бар. Мен бірден айтып қойғым келеді, Америка әр уақытта өзінің мүддесін өте жоғары қоятын ел. Сондықтан ол Қазақстан үшін емес, Қытаймен бәсекелестігі үшін ол жаңағы Қытайға қарсы болады, Қытайды жаңағы жамандайды, Қытайдың жаңағы әрбір қадамына шалыс жасауға тырысады. Ол Қазақстанға да жағады. Бірақ шындығында да екеуін салыстырғанда мен әрқашан өз басым, егер мен американдық болса, мен демократияның партиясын қолдайтын адаммын. Демократияның негізгі бағытын сол жердегі не дейміз, әлеуметтік, социальный ғой, әлеуметтік бағыттағы биліктің негізін әр уақытта демократтар қолдайды. Ал байлық жағы, капитал жағы шындығында республикалықтар қолдайды. Сәл-пәл ғана ерекшелік бар, шындығында Американың мұраты, мақсаты, мемлекеттік мүддесі бір. Кез келген президент келсін, одан әрі қарап оңға солға жылжи алмайды. Бірақ дегенмен шындығында да халыққа, қарапайым халыққа жақын демократтар. Сондықтан мен әлі де болса Байден жеңіп шықса екен деген тілегім бар. Әрине, осы Америка құрама штаттарының келесі президенті кім болады деген бұл енді тек қана Америка жұртшылығының ісі ғана емес, бүкіл әлемнің де қызығушылығын тудырып отырғаны жайдан жай емес. Бұл әлемдегі бірінші экономика, бірінші держава.
мынау экономикаға қатысты экономистердің айтатыны, Америка экономикасы жөтелетін болса, қалған әлем тұмаурата бастайды деген. Әрине бұның сиесі де, әрине бұның ықпалы бар. Бір себебі осы да шығар. Тек Қазақстан емес, бүкіл әлем, Ресей, Еуропа қазір Ақ үйдің келесі қожайыны кім болады екенін күтіп отырғаны, соған қызығушылық танытып отырғаны, тіпті ставкаларды қойып отырғаны. Екінші жағынан әрине біздің мойындау керек, ол Трамп бола ма, Байден бола ма, Америка Құрама Штаттарының сыртқы саясаты күрт өзгеріп кетпейді. Себебі бұл демократиялық ел болғаннан кейін, билік тармақтарының ара салмағы болғаннан кейін, бұл жерде Конгресі бар, Сенаты бар, үкіметтік емес ұйымдары бар, масс-медиа бар. Бұлар жаңағыда таразының басын тең ұстап тұрады. Тиісінше тек қана бір адам бүкіл елдің саясатын жүргізіп, соның айтқаны болады дегенге Америка онша келе бермейді. Бұл демократиялық институттар мемлекеті. Бірақ десе де әлсін-әлсін өзгерістер болуы ықтимал. Трампқа байланысты, я болмаса Байденға қатысты, және дос ағамен келісетін жағым. Бұл Байден жалпы демократиялық партияның өкілдері, оның қатарына болған президенттер халықаралық аренада көбіне осы адам құқықтары, Американың осы халықаралық істерге араласуы тұрғысынан әлдеқайда белсенділік танытуы. Байденнің өзі де бұған айтқан болатын, жалпы кезінде демократ Барак Обаманың кезінде, демократ Билл Клинтонның кезінде осы әлемдегі адам құқықтары, шиеленістердің алдын сол демократиялық бейбіт жолмен алу тұрғысынан Америка Құрама Штаттары әжептәуір белсенділік танытқан болатын. Меніңше осы тұрғыдан Байден әлдеқайда қазақ үшін, Орталық Азия үшін тиімді үміткер болып табылады. Себебі Америка Құрама Штаттары осы істерге белсендірек араласатын болса, бұл жаңағыдай Ресей сияқты өзімшіл, меншіл, әлімжеттік саясатты жүргізіп отырған елдерді кішкене жаңағыдай тойтарыс беретіндей мүмкіндік береді. Украинаға қатысты, Грузияға қатысты, Орталық Азияға қатысты жаңағыдай қатқыл мәлімдемелерін бәлкім Путин администрациясы басқалары ойланып барып жасаймын екен деген сондай бір ықпалы. Екіншісі әрине бұл сайлаудан біз қарап отырғанымыз жалпы демократияның мәселелері, сайлау қалай өту керек, қаншалықты тартысты, қаншама күн болды, әлі күнге шейін түпкілікті жеңіскер кім екені белгісіз. Бұл да осы демократияның тартысы. Және 200 жылдық демократиялық дәстүрі бола тұра, Американың өзінде бұл мәселе мінсіз өтіп отыр деп айта алмаймыз. Бұл жерде де былықтар бар, бұл жерде де махинациялар бар, соттасу бар, шерулер бар, наразылық акциялары бар. Бірақ бұның барлығы шектен шықпай, сол демократиялық процедуралар аралығында болатыны, бұл да меніңше үйренерлік жағдай. Және енді өзімізге Қазақстанның жағдайына оралатын болсақ, өткен аптада осы демократия дейміз ғой, соның бір көрінісі Алматыда жаңағы құқық қорғаушы белсенділердің, ұйымдардың митингі өтті. Заңды түрдегі рұқсат етілген. Меніңше тиісті дәрежеде өтті, өркениетті, мәдениетті түрде негізінен алғанда, енді бірлі жарым жаңағыдай инциденттерді санамаса, айталық жаңағы бір көгілдір арандатушының келгені, оның қайдан келгені белгісіз, кім жібергені белгісіз. Я болмаса жаңағыдай саяси тұтқындарды босату дегеннің тізімінің ішінде жаңағы Атышулы Тайшыбековтың жүргені. Осындай кейбір енді әттеген-айларды елемесе, негізінен меніңше кәдімгі жақсы деңгейде өтті. Азаматтар жиналып, өздерінің ойларын, шағымдарын жеткізіп, меніңше билікте бұдан бір сабақ алу керек. Осындай митингтердің мәдениетінің қалыптасып келе жатқаны, оны тек қана жаңағыдай тыйым салу, оны қудалау арқылы мәселенің шешілмейтіндігі, қайта ушыға түсетіндігі, митингтер болғаны, азаматтар келіп өз ойын ортаға салғаны, меніңше бұдан билікте, қоғамда жақсы бір сабақ алып, сол шерулердің, митингтердің өзінің бір дәстүрлерін қалыптастыру меніңше өте маңызды. Сондықтан осындай белсенділік әрі қарай жалғаса беретін болса, меніңше құба. Ең бастысы істі насырға шаптырмай, шектен шықпай, кәдімгі бір ең негізгі мақсат диалог қой, билік пен қоғамның арасында. Сол диалогтың бір түрі айналып келгенде митинг пен шеру деген. Енді осы мәселелермен тағы бір қатарласып жүрген тақырып, бұл бүгін Атышулы Башко деген Қостанайдың бір азаматы бар, орыс тілді, соған үкімнің шығарылғаны, бүкіл ұлтқа, бүкіл мемлекеттің тіліне
жаңағыдай қиғаш бір сөздер айтқаны, намысына тиген сөздер айтқаны үшін сотталғаны, 2 жылға бас бостандығынан айырылғаны меніңше дұрыс. Демократиясымен, бірақ енді бұл енді жауапкершілікті алға тартады. Егер жаңағыдай жөнсіз бір сөздер болса, меніңше оған жауап беру керек. Бірақ енді тағы бір мәселе, менің бір байқап отырғаным, сол жаңағыдай шовинистерді жауапқа тарта отыра, қайта бір таразының басын теңестіргісі келемі? Бұл жаңағыдай ұлт патриоттарын қудалауға көшуі кей кездері. Сол Ресейдің сесінде, Ресейдің алдында ақталудың бір жөні ме? Меніңше бұл жерде ешбір қисын байқалып отырған жоқ. Себебі жаңағыдай Башко сияқты шовинистер шынымен елге, ұлтқа тіл тигізіп отыр. Нағыз ұлтаралық жанжалды айдап салып отыр. Бұл үшін жауап беру керек. Бұл заңда көрсетілген мәселелер қатаң жазалануы керек. Бірақ ешкімге тіл тигізбей, ешқандай ұлтаралық араздықты тудырмай, керісінше Қазақстанның мемлекеттік тілін дамыту керек. Бұл ұлт біріктіруші фактор. Қазақстанның азаматы өзінің елінің тілін білу керек деген мәлімдемелер елдің, мемлекеттің мүддесіне шығатын. Жаңағыдай Башкомен бірдей, бір деңгейге қою меніңше мүлде жөнсіз. Я болмаса жаңағыдай Тайшыбековтың есімін шын мәнісіндегі ұлт патриоттарының, демократия жолындағы белсенділердің деңгейінде қоюы меніңше мүлде енді ойға кіріп шықпайтын шаруалар. Сондықтан меніңше бұл жерде қайта бір ойлану керек. Қазір мысалы Марғұлан деген біздің бауырымызға қатысты осындай тергеу амалдары жүріп жатыр. Енді тағы бір күлкілі мәселе, тіпті күлкілі де енді жанға бататында оған тағылып отырған айыптардың бірі коммунизмді бір сынады. Коммунизмді әшкереледі деген қылмыс ретінде танылып отыр. Енді коммунизм дегеннің Қазақстанға қанша зардап әкелгендігі. Бүгін бүкіл өркениетті әлем коммунизмді тоталитарлық идеология деп әшкерелеп отырғанда, бұл қай сасқаны деп танисың да. Сондықтан осы мәселелерде де меніңше осы құқық қорғау орындары, сот орындары мәселені заң шеңберінде шешуге. Шын мәнісінде азаматтардың осы ұлтжандылығы мен жаңағыдай арандатудың арасында айырмашылық бар екенін түсіне отыра, мойындай отыра шешім қабылдау керек екеніне мен қайта назар аударғым келеді. Бірінші мәселе, мен ертең таңғалмаймын, егер біздің адам құқығын қорғаушылар жаңа Башконың атында не дейміз, сол өз пікірін айтқан үшін жазаға тартылған деген тізіміне кіргізу әбден мүмкін, Тайшыбек сияқты. Бұл жөнінен менде Жовтиспен де әңгіме болды, Алмағұловпен де оның алдында әңгімелестік, ұмытпасақ, Әміржан сен де барсың, бәріміз отырған уақытта, бәріміз осы үшеумізді. Мен өз басым осыны онша түсіне қоймаймын да, олардың айтуы бойынша адам құқығын қорғаушылардың бұлар өздерінің көзқарастарына байланысты жазаға ұшырап отыр дейді. Егер ол көзқарас басқа бір жеке ұлтқа не дейміз, ар намысына тиетін сол ұлттың сөздері болса, мен өз басым бұл адам құқығына қатысты мәселеге жатпайды. Сондықтан осы жерде Қазақстандағы адам құқығын қорғаушылардың бұлар біреу емес, бірнеше, олар бәрі бірігіп жиналып алып, жаңағы өздерінің тізімдерін жасай. Сондықтан мен ойымша осы да бір халыққа бір жеткізіп түсіндіру керек сияқты. Бұның қандай шарттары бар, қандай критерий арқылы осыларды біз өзінік совести дейді ғой, жаңағы ар ұяттың жаңағы тұтқыны деп. Сол оған жата ма, неліктен жатады? Керек десеңіздер, Риддердің аймағы бойынша біз Ресейге қосыламыз ба деген референдумды ұйымдастырушылар да қазір сотталды 4 жылға. Солар да соның ішінде жүр. Жаңағы өзінік совестінің ішінде жүр. Бұл да үлкен ойланатын нәрсе менің ойымша. Сосын тағы бір айтып беретін реплика. Жалпы соңғы уақытта әлеуметтік желілерде енді бұл мүмкін біздің бұрынғы президентімізге қатысты шығар, ой, қартайды ғой, кету керек, содан кейін парламент депутаттарының ішіндегі 65-тен асқандарды бұлар не қылып жүр, кету керек деген, былайша айтқанда өздеріне ұнамаған адамдарды біздер соның жасына қараймыз да. Байденнің жасы 78-де президенттікке түсіп жатыр. Трамптың жасы ұмытпасам 74-те түсіп жатыр. Сондықтан менің өз басым, енді мен де демократиядан бір кітап та жаздым, өзімше ол демократияны халыққа түсіндіруге де тырыстым қанша жыл бойы. Менің ойымша осының бәрі бір жасандылық сияқты да, квота беру, жасқа байланысты бір не дейміз, бөгет қою,
жасы 90-нан асқан Мухатхирға Малайзияны аяғынан тік тұрғызған. Оған қайталап үкімет басқаруға кел деп ұсыныс жасағандар бар. Ли Куан ана қанша жасқа келген. Міне Байден. Менің ойымша қысқасы осы адамдардың белгілі жасына байланысты емес, адамдардың біліктілігіне, біліміне, әділдігіне, ақылдығына байланысты болу керек те барлық нәрсе. Ол әйел бола ма, ол жас бола ма. Сондықтан мен қазіргі кездегі анау біздің жасанды квотаның 30% әйел, 20% 30% жастар болу керек дегенде, менің ойымша белгілі бір жасандық сияқты. Оны басқа жолмен алып келуге болады. Басқа жолдары бар оның. Ондай бір нақты қою арқылы менің ойымша бізде адам құқығына бір қарсы бір мәселелер шығып кетуі мүмкін да, осы мәселені ұмытпайық. Сосын үшінші жаңа митинг жөнінен. Міне өте дұрыс. Өтті, еш нәрсе қираған жоқ, еш нәрсе бұзылған жоқ, бір-екі айқай шыққан шығар. Әңгіме осылай үйренеді. Митингіге үйрену керек, митингінің мәдениетіне үйрену керек халық. Біраздан кейін кейбіреулер келіп, кейбіреулер келмейді, қасынан өтіп кетеді, қызықпайды. Ол әңгіме тақырыбына байланысты келеді адамдар, нақты тақырыбына байланысты. Бізде митингке бір күрес сияқты. Бұл жаңағы не дейміз, билікпен күрестің бір формасы сияқты. Сол митингке барған, ұсталған адамдардың бәрін бір белгілі бір соғысқа қатысқан сияқты. Ондай нәрсе менің ойымша демократиялық елдерде еш уақытта болмайды. Сондықтан митингіні міне енді қазір бастады, осыны әрі қарап жалғастырса, қорықпай. Біздің билігіміз, ойбай мынау адам құқығын қорғаушылар жайлап айтады, ал мынау ертең көшеге шығатындар қаттырақ айтады деп. Жоқ, бәріне де мүмкіндікті бірдей беру керек. Егер олар әрине бірдемені бүлдіріп барса, сол жердің тәртіп сақшылары бар шығар. Өздері оның тоқтататын жерін тоқтатады. Ал олай болмай, жақсы өткізетін болса өткізе берсін. Халық тыңдасын, пікірін айтсын. Бұл өзіміздің конституциядағы бар мәселе. Мен ойымша бұл мәселені баяғыда жабу керек еді. Жаңа жанр қосайын, Расулдың сөзіне айтылған репликаға қоса реплика. Біріншіден жасқа қатысты әрине қосылам, тәжірибе керек, жасқа керек, орта жасқа керек, бірақ Байденнің біздегі елбасыдан немесе анау сенатта отырған, депутатта отырған шынымен де тәжірибелі тұлғалардан айырмашылығы, Байден қалай болғанда да таза бәсеке, адал сайлаудың арқасында келіп жатыр ғой. Егер де ол кішкентайынан сенатор болып, немесе президент болып отырғанда, әрине оған сын айтылар еді. Сондықтан бұл жерде меніңше мәселе процедурада. Екіншіден, жаңа адам құқы мен ұлттық мүдде туралы жақсы айттыңыз. Оны біз шынымен де Жоптиспен кездескенде де, басқа да мына адам құқығын қорғап жүргендермен айтып жүрміз ғой. Бұл жерде адам құқы деген ұғымды бұлар абсолюттендіріп жіберді. Абсолют. Болды. Адам құқы, ол ойына не келсе соны айтуға құқы бар, не жасаса да құқы бар деген бір сөз болды. Ал оның артында шынымен де ұлттық мүдде, ұлттық қауіпсіздік болады. Сондықтан меніңше бұл жерде біз Қазақстан мемлекетінде өзіміздің сыртқы ішкі қауіптер бар кезде оны біз абсолюттендіруімізге болмайтын сияқты. Митингі туралы пікірлеріңізге де қосыламын. Шынымен де қорыққанға қос көрінеді дейді ғой. Еш нәрсе болған жоқ. Болсын, апта сайын шықсын, күн сайын шықсын, заңды бұзбасын, билікке өзінің талаптарын жеткізсін. Бірақ бұл жерде меніңше биліктің қорқуының бір себебі бар. Ол мына Украинадағы Майдан, Грузиядағы революциялар, Қырғызстандағы революциялар. Сондықтан меніңше билік содан қорқатын сияқты. Олар ана жиналған 500 адамнан қорқып тұрған жоқ. Олар ар жағында осы неге ұласып кетеді деп. Алда сайлау келе жатыр, парламент сайлау келе жатыр. Ол қалай өтеді? Қазірдің өзінде де ол сайлау демократия стандарттарына сай келмей отыр. Өзін ниет танытқан партиялар тіркелген жоқ. Билік өзіне оңтайлы партияларды жіберіп жатқан сықылды кеше орталық сайлау комиссиясының шешімі бойынша. Сондықтан меніңше бұл да көш жүре зөйлеттеді ғой. Бұл митингілік дұрыс, айтылып жатқан талаптары дұрыс. Енді бәлкім сол митингке шығып жатқан азаматтар, өзін оппозиция, демократ санайтын азаматтар, яғни Нұр Отанға қарсымыз, оған барлық тұрғыдан оның қарсыласы боламыз деген азаматтар бірігу керек сияқты. Бәлкім сол кезде митингілердің мәні де, мазмұны да, ахуалы да, қауқары да күшейетін сияқты. Осы аптадағы басқа қандай ойларыңыз бар? Анау бір жігіттер айтады, Достағанның кітабы шықты. Бір нәрсе айтып кетейін мен. Кітап шықты ғой, бірақ оның арасында сен жаңа осы аптаның бір нәрсесі. Менің ойымша тағы бір көңіл бөлетін нәрсе бар. Бұл бұрынғы денсаулық министрінің қамаққа алынғаны, ақша жеп қойды деген мәселе көтеріліп жатыр. Менің ойымша бұл белгілі бір дәстүрге айналып бара жатқан сияқты да. Біздерде қызметтен әуелі шығарады, одан кейін
жаңағы не дейміз, істі бола бастайды. Менің ойымша сол қызметте жүргенде де ол көрінді де, бірақ жаңағы қызметте жүрген үлкен лауазымды адамның ұсталғаннан көрі, ол кеткеннен кейін ұсталған сәл-пәл де болса бір жұмсағырақ сияқты ма, осындай нәрсе өте көп. Мына Қызылорданың әкімі де сондай болды, ұмытпасам, міне бір танып та. Сосын кейде бәрі бітіп, оның қылмысын бүкіл халық білет, бірақ ол кеткеннен кейін барып артына түседі. Мысалы, Храпуновтың қандай адам екенін бәрі айтылды, ол бірақ 2 самолетпен алтын теп кеткеннен кейін барып, бір айдан кейін ойбай Храпунов жеп кетіпті, ол коррупционер екен деген сияқты. Осындай нәрсе бар да, шындығында енді Біртановтың қылмысты ма, жоқ қылмысты емес пе, ол жаңағы сот шешеді, оны тергеу шешеді. Бірақ шындығында да осы індеттің кезінде не дейміз, енді адам деп айтуға өте қиын. Осы індетті пайдалана отырып пайда жасайтын адамдар болды. Мейлі ол дәріхананың иелері болады, мейлі ол басқа нәрсе жасайық, оның ішінде чиновниктер де бар. Менің ойымша бұл үлкен, ең үлкен бір қылмыс сияқты. Қылмыстың ішіндегі қылмыс. Себебі бұл адамдардың осы өліміне, адамдардың өміріне байланысты өздерінің жеке басының байын ойлаған адамдарды оны ешқандай кешпейді. Менің ойымша сол уақытта біз оны айтып кеттік қой, бір төтенше жағдайға байланысты жазаны 2 есе 3 есе қиындату керек сияқты. Сондықтан енді шындығында Біртановтың әкесіменен таныс болдық. Кезінде шаңырақ оқиғасы кезінде ол біздің жағымызда болды, қаланың мәслихатының мүшесі, сөйтіп шаңырақ үшін күрескен адамдардың арасында болды, баласын танымасақ та. Сондықтан мен енді аяқ жағы жақсы болсын деп ойлаймын. Енді жаңағы сен кітап туралы айтып қалдың. Не дейміз, осы өзіміздің түсірілімді пайдаланып менде жарнама жасап қояйық. Иә, менің соңғы жазған 10 шақты жылдың ішіндегі жазған біраз шығармаларым ішіндегі негізгі дегендерін жинақтап, сосын саяси памфлеттерімді жинақтап, мынандай бір кітапша шығардым. Тәуелсіздік қазаққа не берді деген, бұл енді жалпы аты Тәуелсіздік қазаққа не берді деген, бұл Меломан кітап дүкендеріне түседі, және Әкел деген интернет таратушы бір фирма бар екен, аты Әкел. Сол арқылы біз оны таратуға мен оның бәрін беріп қойдым. Біз бұдан пайда түсірейін деп отырған мен жоқпын. Сондықтан олар қалай таратады, өздері біледі. Сөйтіп, не деймін, бұның ішіндегі жалпы бұл кітаптың шығуына Расул тікелей қатысы бар. Бір отырыста маған айтады, сіздің жазғандарыңыздың әрқайсысының ішінде белгілі бір тарихтың жылнамасы сияқты мақалаларыңыз көп қой, соны бір жинақтап қалдырсаңыз, бұл компьютерде қалғаннан гөрі бір кітапша болып қалсын деді. Сондықтан бір жағынан ойлап, осы дұрыс екен деп мынау бір жинатты шығарып қойған. Расул, осындай ұсыныс айтқан Расулға рахмет. Кітапты ерінбей өзінің мақалаларын іздеп архивтен компьютер жоқ замандағы гранкаларды іздеп кітапты құрастырған, жазған доске сізге рахмет, және осы біздің хабарымызды апта сайын тыңдап жүрген ағайынға рахмет. Эфирде Жаңа Қазақстан. Апта сайын біз алдарыңызға шығып тұрамыз. YouTube-тағы арнамызға жазылыңыздар, пікір айтыңыздар, комментарий жазыңыздар. Ұнап жатса пікірлер таратыңыздар. Эфирде келесі кездескенше ел аман болсын, халқымыз аман болсын, індеттен аман сау шығайық. Алда келе жатқан сайлау мейлінше демократиялық стандарттарға сай өтсін, елді дүрліктірмесін, елге бәлекет әкелмесін. Осы сайлауға қатысып жатқан, қатысқысы келетін азаматтар өз орнын тапсын, халықтың сөзін сөйлесін. Осы сайлау науқаны қазақ үшін, оның демократиялық даму үшін тағы да бір пайдалы, тиімді кезең болсын. Кездескенше күн жақсы. Рахмет.